Сіз олай қолдаудың керек жоқ. 2 жылда бір жоба ұсынбаған адамды қолдаудың қажеті жоқ. Олай көмектесе алмайсыз сіз. Маслихат хатшы. Біз сізді енді кешеден жаңадан сайланды, опыты бар, бұрыннан келе жатқан тәжірибесі бар деп қуанып жүрміз. Неге сессияда осындай ауыл әкімдерінің жауапкершіліктерін қарамайсыздар? Бұл өтініш қаралып жатыр. Кеше ғана сессияда биыл жылдың басында 3 сессия өткіздік. 3 сессия өткіздік. Кеше ғана жақында осы барлық енді ауыл әкімдерінің былтырғы жылдың атқарған жұмыстарының атқарылуын бекіттік, тыңдадық. Ауыл әкімдерінің біразына замечаниялар ескерту. Әділ мырза, сіз бұрын орынбасар болдыңыз әкімнің, маслихаттың хатшысы болдыңыз, қазір төрағасысыз. Жігіттердің мүмкіншілігін де білесің. Тәжірибелерінің де қандай деңгейде екенін білесіздер. Аудан әкімімен бірге қарап, аудан әкімімен бірге жұмыс жасау керек, көмектесулеріңіз керек. Екеуіңіз одан бөлек өзіңіз халық қалаулымен бірге соны шығарып, өздеріңіз сессияда қарап, мұнда шығу керек халыққа ұсыныспен. Не керек бар мұндай әкімдердің? Өзіңіз ойлаңызшы, бір жоба ұсынбайды 2 жылдан. Не үшін керек ондай әкімдер?